Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үйкеліс күші. Сабақтың мақсаты тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін ажырату. Оқу мақсаттары үйкеліс күшінің физикалық мағынасын түсіндіру, үйкеліс күшін есептер шығаруда қолдану. Күтілетін нәтижелер үйкеліс күші туралы білім алады, формуланы қолданып, есеп шығара алады, қорытады. Өткен тақырыпты қайталау. Өткен сабақта дененің салмағы дегеніміз не? Дененің салмағы дегеніміз қандай шама? Оны қандай әріппен белгілейміз? Өлшем бірлігі қандай? Деген сияқты мына сұрақтарға жауап берген болатынбыз. Енді осы сұрақтарға маған кері байланыс жасап, жекеме жауап берсеңіздер. Бүгінгі сабаққа келетін болсақ, бүгінгі сабағымызда физика мен автокөлікті жөндеу слесарі мамандығын сабақтастыра отырып, үйкеліс күші ұғымымен танысатын боламыз. Ол үшін үйкеліс күші және оның түрлері деген ұғымдарды түсініп алуымыз керек. Үйкеліс күші дегеніміз денелер бір-бірімен жанасқанда, сырғанағанда, домалағанда, тыныш тұрғанда пайда болатын күш. Үйкеліс күшінің түрлері тыныштық үйкелісі, сырғанау үйкелісі, домалау үйкелісі болып бөлінеді. Егер денелер бір-біріне қатысты тыныштық қалпын сақтаса, онда ол тыныштық үйкелісі саналады. Бір дене екінші дененің бетімен сырғанаған жағдайда ол сырғанау үйкелісіне мысал болады. Ал доңғалақтың айналуы жағдайында домалау үйкелісі пайда болады. Мысалы, шаңғышының қар үстімен сырғанауы сырғанау үйкелісіне мысал болады. Ал домалап келе жатқан доп сәйкесінше домалау үйкелісіне мысал болады. Тас тау беткейінде жатса, ол тыныштық үйкелісіне мысал болады екен. Үйкелістің пайда болу себептері. Ең бірінші себебі жанасатын беттердің кедір-бұдыр болуы. Екіншісі жанасатын беттер молекулаларының өзара тартылысы. Үйкелісті азайтудың жолдары үйкелетін беттерді өңдеу, үйкелетін беттерді майлау, сабын көпіршіктерін пайдалану арқылы үйкелісті азайтуға болады екен. Үйкеліс жанасатын беттердің қандай материалдан жасалғандығына, өңделу сапасына, қысым күшіне тікелей тәуелді екен. Дененің өзі жанасып тұрған бетке, яғни жанасу бетіне перпендикуляр түсіретін күшін нормаль қысым күші деп атайды. Оны N әріпімен белгілейді. Нормаль қысым күші N тең mg, яғни ауырлық күшіне шамасына тең болады екен. M дегеніміз масса, G дегеніміз үдеу. Үйкеліс күші қысым күшіне тура пропорционал. Яғни F үйкеліс күші тең болады μ үйкеліс коэффициенті көбейтілген N қысым күшінің модулі. Техникада үйкелісті азайтудың тәсілдері. Яғни жанасатын беттердің арасына сұйық қабаттарын енгізу. Мысалы, майлап отыратын болсақ, үйкеліс соғұрлым аз болады екен. Немесе мұз айдынында мұздың үстін тегістеп отыратын болсақ, үйкеліс соғұрлым аз болады. Екінші суретте шарикті және роликті подшипниктерді пайдалану үйкелісті азайтады. Үшінші суретке қарайтын болсақ, ауа жастығын пайдалану, яғни су көліктерінде ауа жастығын пайдалану үйкелісті неғұрлым азайтады екен. Үйкелісті арттыру үшін салмақты немесе массаны арттыру қажет, және беттердің кедір-бұдырлығын арттыру қажет. Яғни мұз үстіне құм себу, қыста автомобиль шинасын тікенек болып келеді ғой. Сол арқылы біз үйкелісті арттырады екенбіз. Енді мына суретке қарайық, балалар. Неліктен ауыр дорба көтеріп келе жатқанда тайғанақ жолда жүру оңайырақ? Қалай ойлайсыздар? Оның жауабы мынадай екен. Үйкеліс пайдалы және зиянды болып бөлінеді екен. Егер де адам ауыр нәрсені көтерсе, үйкеліс күші оған кедергі жасайды. Яғни құламайды екен. Үйкеліс күші болмаса, адам көлікте қозғала алмаушы еді.
үйкеліссіз коньки, шаңғы деген спорттар болмаушы еді. Үйкелістің осындай пайдасы да бар екен. Енді сабағымызды бекітсек. Бірінші тапсырма. Мына суретте берілген сырғанау үйкелісі, домалау, тыныштық үйкелісіне мысалдар берілген. Осы мысалдарды жеке-жеке топтастырып жауап берсеңіздер. Екінші тапсырма. Динамиканы сипаттайтын негізгі шамалардың атауы жазылған кесте берілген. Әр дұрыс жауапқа сіздерге баға беріледі. Яғни жылдамдық, жол, уақыт, үдеу, күш, үйкеліс коэффициенті, масса, жиілік, осылардың белгіленуі, өлшем бірлігі және формуласын жазып, кестені толтырсаңыздар. Үшінші тапсырма есептер шығару. Яғни төменде берілген есептерді шығарып, кері байланыс жасайсыздар. Бірінші есепті, мысалы, талдап өтсек, жалпы массасы 1 тонна болатын жүгі бар шананы ат мұзбен сүйретіп келеді. Шана табаны мен мұз арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,5. Ат арбаны қандай күшпен тартып келеді? Бұл жерде масса берілген 1 тонна, үйкеліс коэффициенті мю берілген 0,5. Табу керек F-ті. F үйкеліс күшінің формуласын және жаңағы нормаль күшінің формуласын пайдалану арқылы, екеуін теңестіру арқылы біз күшті тауып алуымызға болады екен. Сол сияқты қалған есептер де бүгінгі тақырып бойынша өткен формулаларды байланыстыра отырып, осы есептерді шығарасыздар. Енді сіздерге мынадай бағалау парағын ұсынып келіп отыр. Бұл жерде бағалау критерий, жаңағы атап өткен бағалау критерийлерге сәйкес дискрипторлер берілген. Осы тапсырмаларды орындап, менің жекеме платформа, жаңа Платонус платформасына немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы мен жекеме шығуларыңызды сұраймын. Яғни бүгінгі сабақ бойынша не үйрендім, не оңай болды, не қиын болды, нені білгім келеді деген сұрақтарға жауап берсеңіздер. Үйге тапсырма, параграф 32, үйкеліс күші, 14-ші жаттығу, 4-5 тапсырма. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, маған жекеме шығып сұрасаңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.